Менің тақырыбым лимик әдісінің топырақтың қышқылдылығына және де өсімдіктердің өсуіне әсерін зерттеу. Ең алдымен қышқыл топырақты анықтау үшін топырақтың азғантай мөлшеріне азғантай көлемдегі суды аламыз. Онда 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң оған лакмус қағазын салған кезімізде бізде лакмус қағазы қызыл түске өзгереді. Яғни біздің pH ортамыз қышқылды орта. Бізге сол қышқыл топырақты бейтараптау үшін бізге 250 мг топырақты 1 грамм кальций карбонатымен бейтараптайтын боламыз. Ол үшін біз 1 грамм кальций карбонатын суда жақсылап ерітіп, араластырып, оны топыраққа құятын боламыз. Кальций карбонатын құйып болғаннан соң біз 1 апта немесе 10 күн мөлшерінде күтетін боламыз. 1 апта өткеннен кейін топырақтың pH деңгейін қайтадан анықтаймыз. Ол үшін кальций карбонаты қосылған топырақтан 10 грамм 20 мл су лакмус қағаз қажет. Топырақ пен суды араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін топыраққа лакмус қағазын салдық. Сол кезде лакмус қағазымыз көк түске өзгереді, яғни топырақ бейтараптанады. Келесі кезекте өсімдіктердің өсуін зерттеу. Ол үшін 250 грамм қышқыл топырақ, 250 грамм бейтараптанған топырақ және де бидай тұқымы қажет. Екі топырақты екі ыдысқа салып, оған бидай тұқымын отырғыздық. Нәтижесінде лимик әдісі қолданылған топырақ 4 күннен бастап шыға бастайды, ал қышқыл топырақ 1 аптадан соң бидай өсе бастады.